Осы жаппасай тағамын біз жақта индийский манты деп жасап беретін. Бұл тағам сол кездегі 90-жылдардағы бір ерекше тамақтардың бірі еді ғой. Әлі де сол трендтен түспей келе жатыр. Алдымен қамырын дайындап қоямыз. Қамырды орташа тығыздықта елеп, тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған майға етті салып, суы тартылғанша қуырып алған соң, пиязды салып, сарғайғанша қуырамыз. Кейін сәбізді, болгар бұрышын, сарымсақты, дәмдеуіштерден қара, қызыл бұрыш, кориандр қосып, кішкене қуырып алған соң, біраз қасық томат пастасы мен соя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Су құйып, етті жарты сағатқа баяу отта бұқтырып аламын. Оған дейін қамырды жұқалап жайып, үстіне сұйық май жағып, дәл мантыға кескендей кесіп аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз, және де картобын салып жаймалап, суы жетпесе көкөністердің бетін жауып тұратындай су құйып, қайнаған соң жаңағы кесіп алған қамырымызды май жағылған бетін үстіне қаратып салып шығамыз. Асымызды баяу отта 40 минут арасында пісіретін боламыз. Бұл жерде мен төменде көрсетілген рецептпен 2 қамыр жайып салдым. Мінекей асымыз дайын болды. Табаға қамырын салып, ортасына салмасын салып ұсынамыз. Парақшамда рецептерді қарапайым тілмен түсіндіріп саламын. Тіркеліп алыңыз.